Ертеде Ұрым деген шаһар болыпты. Қамалды қала қос теңіздің арасында, мәрмәр түбектің жағасында бой түзепті. Жеті жұрт келіп, жеті жұрт көшкен мекен екен. Ұрымды көрмеген, көрігіне көңіл бөлмеген кісінің өмір сүрдім деуі бекер екен. Қисапсыз кеме мен қайығын көк толқынға көгендетіпті. Айбынды қорғандардың қия жартастарымен шегендетіпті. Керуендер күні-түні жеті қылымнан ағылып, шаршы базардың қақпасы толассыз ашылып, жабылып жатады екен. Сол шаһарда Әріп Сұлтан деген патша билепті. Әділет пен адалдыққа пейілін дәйім етіп, қиянат пен кесірді күйретіпті. Кедей жадау, момын міскіндерге қормал болып, оларға қылдай да жәбір тимепті. Тақта отырған кезінде бұқара халқының көзін ашып, оларға діннің де, дүниенің де ғылымын үйретіпті. Көреген жолы, береген қолы, жомарт жүрегі, саламат тілегі патшаны ел жұртына сыйлы етіпті. Әріп Сұлтанның жалғыз қызы бар еді. Қара басына дүниенің қазына мүлкі жетпеді. Ешкімсе алдынан көсе көлденең өтпеді. Ардақты да аяулы бекзат бір жан еді. Сұлтан перзентіне Мәлике деген көркем ат беріпті. Мәликенің маңдайына Тәңірім шалқар бақ беріпті. Падиша қызын тартылмас әулетіне, таусылмас дәулетіне, сарқылмас сәулетіне балапты. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, өсіріп, бар қызмет кәдесіне жарапты. Ханшайымның ажарына ай сәулесі қоныпты. Көркіне күн шуағы толыпты. Шаттанғанда шар тарапқа нұрлы шұғыласын шашыпты. Жиһанды кезген кезбе диуаналар оның сұлулығын айтып, жүрген жерінде жар салатын. Мәлике бойжеткен сайын ажары да, ойы мен назары да арта түсті. Жастайынан ілім ғылымыз деп, батыс шығыс, желдік түстікті түгел шарлапты. Ханның қызымын деп паңданып, тәкаппар мінездің тұзағына да шалынбады. Өлең жырмен толғап сөйлегенде, тыңдаушының сай сүйегіне дейін егіліп, тұла бойы балқитын еді. Қандай да бір кітаптың даңқын естісе де, бағасы мен арқын сұрамады. Қалаған пұлын беріп, сатып алғанша тағат тауып тұра алмады. Дүниенің қызылды жасылды думанынан, нәпсінің тән мен жанды өртейтін құмарынан өзін тежеп тұсады. Ұрым мен Қырымның, Қаптауы мен Шын Машының, Тұран мен Мысырдың құпия тұнған кітап қоймаларын түгесті. Өзі де әкесіндей ілімнің күшімен еліндегі қараңғылық түнегін серпіп, әділдік үшін күресті. Әкесі демекші, заман озған сайын оның да ажар келбеті біртіндеп тоза бастады. Кешегі қайратты сақал шашына түскен боз қырау ұлғая түсті. 60-тан әрі өткесін, 70-ке жасы жеткесін, жабысқан кесе сырқатың да екпін асқынды. Ақыры, қайырымсыз дерт қол аяғын тұсаулап, төсекке алып ұрды. Ақырғы сағаты тақағанда қызын жанына шақырды. Қызым, деп тебіренді. Жер жаһанның еш байлығына бермейтін жалғыз менің жауқазыным. Сөзіме аз ғана құлақ сал. Әкеңнің бұл дүниеде татар қанша дәм тұзы қалды дейсің. Бұл бәни бір көшкен керуен. Құра алмайсың еш сейіл серуен. Ата бабамның аттанған жағына мен де кетермін ау. Сірә, сол сапар сәті тіптен таяп қалды ғой деймін. Ағашат бір күн ерленсе, көкірегі толып шерленсе, жаныңды сақтар мекен жоқ. Мен ақырға жөнелгенде, қалиялы халқым тек өзіңе аманат. Жиған іліміңді елдің жолына жұмсарсың. Ағат кеткен жерімді түзетерсің. Бірақ жарқыным, осы жұрттың қызметіне жара. Сен туғанда қатты қуанып, көңілімдегі қайғы мен мұңды жойып едім. Тәңірге сенде қыз берген үшін 1000 рет шүкір етсем де аз. Бірақ алтын тақтың киесі, ақ орданың киесі бар. Теңіңді тауып, тілегіңе жеткен күніңді көргім келген еді. Тағдырым осылай болса, амал нешік. Тек өзіңе ілімі де ақылы да сай келетін ғұлама жолықсын деп тілеймін.
Мен білсем, ол сонау Тұран даласынан келуі тиіс. Кезінде бұл өлкеде Әзіреттім ілім шырағын маздатып жақты. 7 ықылымның хан сұлтан, патша мырзалары сонда тәлім алды. Осы ілімнің қуатымен қаншама адам кемелденіп, ділінің оты жанды. Талапты ерлердің тұяғы таусымаған шығар. Күллі әлемге жар салып, талапкерлерді ілім сайысына шақырарсың. Жадыңа тоқыған рухани ілімнен мың сұрақ қоярсың. Бәрінің жауаптарына мән беріп, білім бірліктерін бақыларсың. Сыннан сүрінбей өткеніне, бағыңның да, тағыңның да билігін ұсынарсың, деп өсиетін айтты. Өзекті жанға бір өлім деген. Әріп сұлтан халқы үшін қабырғасын сөксе, қайыспайтын ар еді. Алтын тақта мәңгі отыра алмады. Қайырымсыз ажал оны да қармап әкетті. Патшаны қалың бұқарасы қайғырып, азалы күйде тынымсыз жоқтады. Ол көз жұмғаннан соң ешкімнің де сауық құрып, той тойлауға зауқы соқпады. Ақыры жыл өтпей, ел жұрты ханның қаңыраған айбарлы ордасына қайта жиылды. Ұрымның 4 жағынан дарияның арнасындай құйылды. Мәликені таққа отырғызып, сән салтанатпен патша сайлады. Ұрымның қайғыдан қайыстай қатқан қамалдарын қуаныш пен шаттық лебі қайта жайлады. Мәлике аз уақытта астана жұртын меңгереді. Жарлы мен байды, кемтар мен сауды теңгерді. Жарлық пен бұйрықты қатар шашып, жүгенсіз кеткен залымды тезге салып жөндеді. Аш жарық, жоқ жітіктің жағдайын ойлап, солардың күн көрісін қамдады. Әкесінің аманатын бір сәт болсын есіне шығармады. 2 білегін сыбанып, күндіз отырмай, түн ұйықтамай, ел жұртына риясыз қызмет етті. Енді басқа өлкеден де патшаларынан аяусыз тепкі көріп, ұрымнан пана табуды қалаған мүсәпір жолаушылар келіп жатты. Бірақ патшайымның көңілінен әкесінің аманат өсиеті еш өшпеді. Ақыры бір күні жер жаһанға былай деп жар салды. Кімде-кім ділімде тұрған мың сұраққа мүдірмей, кідірмей жауап берсе, соған тұрмысқа шығамын. Алтын тақтың иесі де, мәрмәр сарайымның киесі де сол болады. Оған қызырдар бақ қонады. Салтанатты ақтық темір шыққанша жалғасады. Атақ даңқы 6 құрлық 7 ықылымға асады. Бірақ тағы бір ауыр шартым бар. Тек шын ғұламаға ғана еркімді беремін деген антым бар. Кімде-кім білімі жетпей жаңсақ жауап берсе, дереу қапасқа тастаймын. Өмір бақи зынданда жазасын тартады. Ақырғы сәті жеткенше сонда жатады. Ертесіне оқымысты ғұламалар сарайға ағыла бастайды. Бірақ бәрі де сынан сүрініп, сұраққа мүдіріп қалып жатады. Бірі қалмай 40 құлаш зынданға тоғытылады. Ұрым шаһарын үрей басып, жер астан ғалымдардың зарлы наласы естіліп тұрады. Талапкер легі толастабады. Мәлике қыз бірде-бір білімі кемелкісінің келмегіне қапаланып, терең ойға батады. Сол заманда Тұран даласында Түркістан деген аты әлемге әйгілі шаһар болыпты. Шаһардың сән салтанаты тіптен ерекше екен. Көздің жауын алатын көркем сарайлар, көркіне көрген жан таңданатын керемет баулар. Сарайлардан күні-түні мейман, мүсәпірлер арылмайды. Қанша ұрпақ ауысып, қанша заман өтті. Небір дәулетті хандар, ырысты байлар, әділетті билер өтті. Алайда ел жұрттың қонақжай пейілі бір сәт болсын тарылмады. Алтын таққа мінген әміршілер елдің қамын ойлап толғанды. Аштық пен жұттан, айтпай келетін апаттан күні бұрын қамданды. Жұрттың да пиғылына береке дарып, ауқаты мен дәулеті молға түсті. Бау бақшасында алма, анар, інжір, жүзім, шие тәрізді тәтті жемістер жайқала өсіпті. Қандай ғажап шаһар еді Түркістан. Сол шаһарда Әбілда деген жігіт өмір сүріпті. Әбілда әңгіме шертсе, аузынан гүл төгілетін. Сөз сөйлесе болды, ар жағынан ақ ниеті мен пейілі көрінетін. Онымен сұхбаттасу үшін әр қиырдан адамдар іздеп келетін.
Ол ешбірінің де меселін қайтармай, бәрінің жан жарасын емдеп жіберетін. Көңілдеріндегі уайым мен қайғыны әп-сәтте қуаныш пен шаттыққа толтырып тастайтын. Адам атадан бастап Нұх пен Жүсіп, Ыдырыс пен Ғайса пайғамбарлар жайлы небір ғажайып аңыз қиссаларды шертетін. Сөйлеген сөзі, толғаған жырына мейман жұрттың бәрі құмарланып елітетін. Сондықтан оған жұрттың бәрі қатты разы еді. Бір күні Әбілда түнде ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде ғажап іс көреді. Көк аспанның жүзі бұлбұл, бозторғай, сандуғашқа толып кетіпті. Олар толассыз құйылып келіп, көк тіреген алып сарайға ілініп тұрған алтын торға асығып кіріп жатыр. Барлығы түгел кіріп біткеннен соң тордың есігі тарс жабылады. Әлгі құстар аянышты үнмен шырқырап шырылдай жылайды. Әбілда дереу ұмтыл тордың есігін ашуға қол созады. Сол сәтте қара жер қақ айырылды да тормен арасы ағылыстай берді. Екі араны теңіздің көкпеңбек суы алып кетті. Көзі ашып жұмғанша тор ғайып болып, оның орнында қара нүкте бұлдырап қана қалды. Сол кезде ғайыптан: «Ей Әбілда, бұлардың тағдыры сенің жарлығыңа байланып тұр. Сен келіп құтқармасаң, ажал оғы өлтірмек боп сайланып тұр», деген зор дауыс естілді. Әбілда бұл дауыстың қайдан шыққанын айыра алмай, жан-жағына алақтап тұрып қалады. Бірақ кімнің айтқанын біле алмайды. Әбілда шошып оянды. Ұйқыдан тұрған соң бұл істі қалай жорырын білмей ұзақ жатты. Санасынан әлгінде көрген түсі еш кетер емес. Көңілі қобалжып, ішіне алаң сезімі кірді. Шәкіртінің бұл күйін ұстазы демде сезе қойды. «Әбілда жан, бірдеңе болып қалды ма? Көңіліңде алаң бар ғой», деп сұрады. Әбілда іркілмей: «Иә тақсыр, түнде түс көрдім. Түсімде ғажап іс көрдім. Көк күмбезін бұлбұл мен бозторғай, сандуғаш басыпты. Біреу алып сарайға алтын тор іліп, ішіне неше түрлі дән мен жемді шашыпты. Бәрі соған құмарланып ұмтылады. Дән мен жемге жетпек болып тырмысып, торға қарай жұлқынады. Қанша құс кірсе де алтын тор бір толмады. Ақыры көкті торлаған құстың бәрі түгел алтын торға жиналды. Сол сәтте алтын тордың есігі тарс жабылды да, бәрі сыртқа шыға алмай қатты қиналды. Бірі де тұзақтан құтыла алмады. Тордан құтыла алмағаннан соң шырылдап, аянышты үнмен шырқырап зарлады. Сол кезде мен тордың есігін ашпақ болып талпындым. Сол сәтте аяғымның асты бұрқ етіп жарылып, есікке қолым жетпей қалды. Жарылған жарманың араны барған сайын ұлғайып, көзі ашып жұмғанша көкпеңбек теңіз суына толды. Кенет: «Ей Әбілда, бұл құстарды сен ғана құтқара аласың», деген дауысты естідім. «Бұл ненің ишарасы екен?» деп соны жори алмай аң-таң отыр едім, дейді. Ұстазы тамағын кенеп, ойлы үнмен сөз бастайды. «Балам, түсің бір алапат оқиғаның жаршысы тәрізді. Жаббар ием саған ғайыптан хабар жіберіп, бір сойқаннан ишара берген сияқты. Бұлбұл мен бозторғай ілім ғылымға көңіл берген ғалым ғұламалар. Әзіретті пайғамбардың өсиеті мен өнегесін өміріне серік етіп, ғаламның сырын оқып, оны кеудесіне көрік еткен жандар. Олардың бәрі торға қамалса, демек апатқа ұшырап бір бәлеге ұрынды деген сөз. Оларды сен ғана құтқара аласың». Әнеу күні Хаза жұртынан келген керуен бастан бір жаңалық естіп едім. Ұрымның ханы Әріп сұлтан заманда осы медреседен тәлім алған ханзада еді. Екеуміз құлынтайдай тебісіп, бірге өсіп, бірге жетілдік. Бір ұстаздан дәріс алып, білім мен ғылымның тұнығына мейіріміміз қанбай, тоймай оқи беретін едік. Әріп досым 7 жыл Түркістанда ілім игергеннен соң еліне қайтқан. Оның Мәлике атты жалғыз қызы бар екенін білетінмін. Ол да әкесі сияқты ілім мен білімге жастайынан құштар болған екен. Жақында
Әріп патша дүниеден өтті. Мәлике қыз әкесінің орнына таққа отырған екен. Әке өсиеті бойынша өзіне тең келетін жар іздеп жатыр екен. Дүние жүзіндегі ғалым ғұламаларға тегіс жарлық шашыпты. Көкейіне түйген дін мен ғаламның түрлі құпиясын тегіс ашатын мың сұрағы бар екен. Мың сұраққа кім дәл жауап берсе, ханшайымның соның етегінен ұстаймын деген серті бар. Сұраққа жауап беріп, бағын сынауға кез келген жанның еркі бар. Бірақ талапкерлер тым көбейіп кетіпті. Әрі ешкім сұрақтарына дұрыс жауап бермегеннен соң, Мәлике қыз ашуға мініп, жаза басып, жаңылысқандардың бәрін зынданға тастап жатыр екен. Сөйтіп, әлемнің түкпірінен келген білімпаздар түгелдей зынданға қамалыпты. Оларды құтқару тек сенің ғана қолыңнан келеді. Көрген түсің осының ишарасы. Ертең таң сәріден жолға шық. Асу белді, айдын шалқар көлді, асқар тауды, алма өрікті, бауды асып өтесің. Ақырында Ұрым деген шаһарға келіп жетесің. Мәлике қыздың сұрағына, тосқан сынағына сен ғана жауап бере аласың, дейді. Әбілда осылайша жолға әзірленді. Кедей-кепшік мүсәпірлерге садақа таратып нәзір берді. Ұрым мен Түркістанның арасы 40 күншілік жол еді. Әбілда дария кешіп, тау асып, әбден ашығып, желге қақталып, жабайыңмен алысып, қарақшылармен жолысып, әрең дегенде патша сарайына жетіпті. Мәлике оны көрген бетте, тағы бір бас кетер ме екен домалап, деп ойлайды. Әбілда кідірместен, ал енді сұрағыңды қой, Мәлике қыз. Пәрменін паш етейін, жабар хақтың, дейді. Мәлике кекесімен жымиып, ендеше сынабағыңды батырым, деді де сұрағын бастап кетті. Қайдан келесің? Әлімсақтан келемін. Қайда барасың? Ләмәканаға барамын. Қайда тұрақтайсың? Қабірге тұрақтаймын. Не жейсің? Ел жұртымның қамын жеймін. Пейіште не нәрсе жоқ? Құдайдың қазасы мен жазасы жоқ. Адамды кедейлікпен қорқытатын кім? Сайтан. Ол жүректен жайылады. Ойдың арнасына тұмсығын тығады. Жүрек иесі ғапыл болса, көңілдегі нұрлы ойды сорып алады. Оның орнына бүйдеп уәсуәс салады. Жылдық зекетіңді беріп тыныш отыр. Күнәң көбейсе өлерде бір қажылыққа барарсың. Мейірімді Алланың кешпейтін күнәсі, жарылқамайтын құлы жоқ. Заманың түлкі болса, тазы боп шал. Дін тарату, адасқан жұртты жолға салу пайғамбардың ісі. Хикмет жаю әулиенің міндеті. Оларға ұқсауға тырыспа. Құр босқа өсекке ілінесің. Досың күледі, дұшпаның табалайды. Адал адамға мал бітпейді. Кедей-кепшік қайыр сұрайды. Құр босқа дүниең шашылып, кедей боласың. Бала-шағаң аштан өледі. Пайғамбарымыз бір істі бұйырды. Ол һәм дүние, һәм ақырет азығы. Ол не? Алланы көп зікір ететін дәруіштердің сұхбатынан қалмау. Жұмыс істесе де, істемесе де шаршап жүретін пендені Құдай Құранда қандай хайуанға теңейді? Итке. Үстіне жүк артсаң да, жүк артпасаң да, тілі салақтап жүреді. Қай киімнің қалтасы жоқ? Кебінің қалтасы жоқ. Төрткүл дүниең байлығын иеленсең де, ақыретке бір сабақ жіп алып кете алмайсың. Адамның өліп, ақыретте қайта тірілуін еске салатын не нәрсе? Құрт пен көбелек. Алманың ішіндегі құрт ұшамын деп ойламайды. Өз кебінін өзі тіккенін де сезбейді. Бірақ өліп, қайта тірілгенде көбелек болып ұшады. Ақыр заманға дейін өзгермейтін не нәрсе? Ол киелі нұр Құран кәрім. Бір әріпін 70 000 періште қорғайды. Аңдап оқыған, діліне тоқыған жанға Алланың берекеті мен шұғыласын жолдайды. Аятына амал қылған кісінің мұрат мақсатын оңдайды. Күндіз түні хақтың әмірі мен мейірімін толғайды. Құранның басы не? Құранның басы ғұсыл дәрет. Бұл амал аяттың жүрекке дарып, көңілге терең орнығу үшін керек. Ғұсылсыз қадам баспаған. Әйтпесе періштелерді қуарсың, дүниені арам қыларсың. Құранның қойнауына сүңгігенде
тазалықтың қадірін ұғарсың. Бойыңды әркез кір мен ластан аулақ ет. Ойыңды көркейтіп, ел жұртыңды баурап өт. Құранның жүрегі не? Ясин сүресі. Момындардың екі дүниелік үлесі. Ауру дертке ем болар. Оқса жолын оңғарар. Шексіз шипаның қайнары, жын шайтанның жолын кесер айбары. Күніне 40 мәрте оқса, жын ектеген жан дертінен айығады. Шарапат берекеті оқылған үйдің төрінен босағасына дейін жайылады. Ясиннің нұры найзағайдай жарқылдайды. Хикметін жүрегіңе сіңірсең, шаңырағынан ырыс береке сарқылмайды. Құранның анасы не? Құранның анасы Фәтиха. Беташар сүре деп момындар әспеттейді. Жаттаған жанның жадынан еш кетпейді. Әр әріпі алтыннан қымбат. Әр аяты түпсіз терең жұмбақ. Бүкіл өзен мен көлді сия қылып, қаламға құйып жазса да сырына жетпес. Барлық тағат ғибадаттың басынан кетпес. Оны түркі жұртында бата деп дұға тілекке балайды. Құранның қанаты не? Құранның қанаты аятыл күрсі. Оны есіме алсам, елжіреп тебіренем. Тәңірдің шексіз шапағатына еміренем. Бұл түскенде ібліс еңіреп жылаған. Екі көзін қанды жасқа бұлаған. Үміті мен сенімін өрт шалып құлаған. Шарапатты Алланы көңілде бірлейді. Оқығанның жан сарайы гүлдейді. Жан сарайына шайтан бас сұға алмайды. Сиқыр мен тіл, көз бен сұқтан қорғайды. Үздіксіз айтсаң, екі тойың қабат болар. Ақыретің абат болар. Бақыт пен береке қоса дариды. Сырқат адамға оқып, дем салса, ол адам әп-сәтте жазылады. Жүрегінен хикметтің бұлағы ағылады.